Сәлем құрметті оқырман, бүгін сіздерге Google AdSense туралы ақпарат беретін боламын. Google AdSense дегеніміз ол қарапайым тілмен айтқан кезде Google кошелек, YouTube-тан түскен табыс Google кошелекқа түседі, және сол Google кошелектен сіздің карточкаңызға түсетін болады. Google AdSense-ке түскен табысты карточкаға шығарып алу үшін сізге осы хат керек болады. Бұл хаттың ішінде 6 саннан тұратын код болады. Сол кодты терген соң ғана сіз өзіңіздің карточкаңызды тіркей аласыз. Және бұл хат сізге бір ай немесе 2 айдың көлемінде келеді Қазақстанға. Официалды YouTube-тың ішінде 2-3 аптада келеді деп жазылған. Қазіргі кезде коронавирустық шектеулерге байланысты кешіктіруі мүмкін деп жазып қойған. Маған бұл бір айдың ішінде келді. Google AdSense-ті алу үшін каналыңызда 1000 подписчик және 4000 сағат жиналу керек болады. Яғни YouTube-тың шарттары 1000 подписчик және 4000 сағат жинап болғаннан кейін сіз каналыңызда монетизация қосасыз. Қосып жатқан кезде ол жақтағы екінші шаг осы Google AdSense-ті тіркеу керек болады. Егер де сізде жоқ болатын болса, жаңа канал бар, Google аккаунтқа ашатын боласыз. Каналыңызда сосын монетизация қосып болғаннан кейін $10 жиналған соң сізге ол жақта адресті жазу керек болады. Сол адреске Америкадан жіберілетін болады. Достар, бұл хат маған бірінші попыткадан келді. Яғни сізге 3 попытка береді. Сіз монетизация қосқаннан кейін AdSense-те жаңағы адрес данный барлығын жазып болған соң, сол адреске ең бірінші болып жіберілетін болады. $10 толғаннан кейін. Егер де 3 аптаның ішінде келмей жатқан болса, сіздің Google аккаунтыңызға, яғни поштаңызға, электронды поштаға сізге хат келеді. Сізге жаңағы адресіңізді растау керек, яғни подтверждение адресі жасау керек деп келеді. Сол кезде сіз 3 аптадан кейін бірінші попытканы, яғни ол жақта сізге 3 попытка береді, соның бірінші попытканын отправить еще раз деп баса аласыз. Яғни сол кезде қайтадан адресті сұрайды, осы адреске қайтадан жіберейін бе деп. Яғни сіз бірінші жіберген попытка әлі сол попыткамен хат келмеген болса, сіз екінші попыткада адресті өзгерте аласыз. Мен мысалға екінші попыткада басқа адресті жаздым, себебі 3 попыткада да әртүрлі адрестерді жазған дұрыс. Оның біреуіне сізге келетін болса, сол кез келген бір хатпен адресіңізді растауыңызға болады. Жаңағы жіберген хаттардан бұрын біреуі ерте келетін болса, жіберген 4 хаттың барлық коды да сізге жарамды болып табылады. Ешқайсының оның сұрағы жоқ. Сұрағы жоқ деген кезде, егер де сіз 4 ай Google AdSense-тен хат алмайтын болсаңыз, сіздің монетизацияңызды өшіріп тастауы мүмкін. Ол кезде 4 попытка, жаңағы 3 попыткада да тіпті келмейтін болса, сіз ең соңында электронды вариантын Google-дың сол же поддержки жекеге чатқа жазсаңыз болады. Мен Google AdSense-ке жібергенде 4 ай болды, маған әлі келген жоқ деп. Сол кезде сізге 5-10 минуттың ішінде автоматты түрде электронды подтверждение келетін болады. Яғни сіз Google AdSense-тен хат алмай-ақ онлайн подтверждение алатын боласыз. Сіз карточкаңызды тіркеп, өзіңіздің ақшаңызды алатын боласыз. Ол тек 3 попытка барлығы кеткеннен кейін ғана, өткеннен кейін. Одан бұрын сіз олай жасай алмайсыз. Бір попытка жасасаңыз да сізге ол отказ келеді. Барлық осы жіберілген хатты күтіңіз деген SMS келеді. Ең дұрысы, сіз адресті дұрыс жазсаңыз, үйіңізге міндетті түрде келетін болады. Және бұл Google AdSense менде екіншісі, себебі бірінші Google AdSense бұрынғы негізгі каналым банға кетіп қалған болатын. Өзімнің қателігімнен болды. Маған бір страйк келді. Мен біреудің видеосын өзгертіп қолданамын деп, сол видео арқылы маған страйк келген болатын. Сол бір страйктың өзінен менің каналым банға кеткен болатын. Және сол банға кеткен канал, сол канал тіркелген аккаунтта Google AdSense менде тіркеліп тұрады. Сол Google AdSense-ке басқа каналды тіркеуге болмайды екен. ютуберлерге маңызды ақпарат бұл. Google сол егер де сізде банға кетіп қалған каналыңыз тіркелген Google AdSense болатын болса, сол Google аккаунтта мысалға түсінбей жатқан болсаңыз, бір мысал айтайын. Мен қазір есім Нұрсұлтан gmail.com осы Google аккаунттағы тіркелген канал банға кететін болса, және сол Нұрсұлтан gmail.com-ға тіркелген Google AdSense тұратын болса, ешқандай әсері жоқ. Канал банға кетсе де Google AdSense тұра береді. Бірақ сол Google AdSense-ке сіз басқа каналды тіркейтін болсаңыз, ол кезде монетизацияны да ұшырып жіберуі мүмкін. Тіпті ана каналға да, басқа каналдарға да кері әсерін тигізеді. Мен сол үшін бұрынғы Google AdSense-імді түбегейлі удалить етіп тастадым. Ішіндегі күйіп кеткен ақшалар да болды. Соң барлығы өшіріп тастадым және басқа канал ашып жаңадан жүргізіп бастаған болатын. Мінекей осы Google AdSense сол жаңа каналыма келді. Мен бұны 2 наурыз күні жіберген болатынмын. Сол кезде менде порог $10 жетті. Наурыздың соңына қарай мен поштаға барып көрдім. Менің атыма хат келген жоқ па деп адресті айттым. Және де маған поштадан былай айтты: егер де сізде трек-код болатын болса, өзіңіз қарап отыра аласыз. Ал егер де трек-код болмайтын болса, ол басқа шетелден келе жатқан хат болатын болса, сіздің үйіңізге апарып беретін боламыз деп айтқан болатын. Бірақ мен сеніңкіремедім, себебі маған таныстарым айтқан болатын, Google AdSense-тің жаңа хатын
2 айдан кейін барып мен өзім почтаға барып алдым. Сөйтсе маған 1 ай бұрын бұл келген екен, бірақ почтадан маған үйіме жеткізбеген деп айтқан болатын. Және бұл Google AdSense-ке заявка бергеннен кейін сіз 2-3 апта санап сіз почтаға барып тұру керексіз. Себебі дәл жаңағы оқиға сияқты почтаның ішінде жата беруі мүмкін. Менде дәл осындай болды. Өзім барып тұрып алдым. Бұл Google AdSense-ті алған кезде кез келген ютубер түсінеді. Бұл да бір ерекше бір бақыт сыйлайды, себебі сіз YouTube-ыңыздан түскен табысты карточкаңызға түсіре алатын боласыз. Ал енді Google AdSense-ның ішіндегі индекс және үйдің адресін жазуға келетін болсақ, қазіргі кезде көптеген білгіш эксперттер көбейіп кетті. Оның ішіндегі барлығын ағылшынша жазу керек. Ағылшынша жазбайтын болсаңыз үйіңізге келмейді деген сияқты, тіпті Қазақстаннан келмейді деген сияқты сондай тұжырымдар қалыптасып қалады. Тіпті кейбір эксперттерден де байқап жатамыз. Ол мүлде қате нәрсе. Себебі ол жақта сіздің қандай тілде жазғаныңыз да оларға маңызды емес. Себебі Америкада сізге жіберейін деп жатқан кезде бұның страна проживания сізде Қазақстан болатын болса, тек сол страна проживаниеде қайсысы шығып тұр, соған қарайды, болды. Одан кейін Қазақстанға жібере салады. Одан кейін сіздің сөздеріңізді біздің почтальондар түсіну керек. Ол жақта сіздің көшеңіздің аты ұзақ болып, оны ағылшынша жазып қоятын болсаңыз, оны почтальондар түсінбей қалуы мүмкін. Көп жағдайда бұл Google AdSense-тің хатын сіздің үйіңізге почтальондар әкеліп беріп жатады. Бұны көбісінен естіп жатамын. Егер де жаңағы поштада хат кешіктіріп жатса, 2 айдан немесе 3 ай асып кетіп жатса, ол кезде почтаға барған дұрыс, немесе 1 ай өткен соң. Себебі YouTube-тың ішінде официалды жазылып тұрғаны ол 2-3 аптада келеді деген сөз. Ал енді достар, Google AdSense-тің хатын алу үшін адресті дұрыс жазып үйренейік. Жаңағы айтқаным сияқты, адресті барлығын ағылшынша жазбайсыз бұл жерде. Ағылшынша жазған кезде біздің почтальондар түсінбей қалуы мүмкін. Ең бірінші мінекей наименование адрес деген жерге индекс жазамыз. Мысалға, мен Ақтау қаласынан болғаннан кейін, Ақтау қаласында нақты тұрақты индекс ол 1300. Бұл қалалық код, бұл қалалық индекс. Бұлдай жағдайда бұл сортировочный центр еді ғой, қаланың ортасындағы сортировкада тұрып қалады. Сіздің үйіңізде қай почта қызмет атқаратынын анықтап алу керек, соның индексін жазатын боласыз. Мысалға, менің үйіме жақын индекс бұл 130-003. Осылай жазасыз. Мысалға, бүгін ғана маған дайретке бір фудблогер монетизация қосып беруін өтінген болатын. Себебі менен ол 4000 сағатқа заказ берген болатын. Және оның адресі Алматы облысы, Жамбыл районы және Қарғалы ауылы болған болатын. Және қазіргі кезде сол мысал ретінде сол жақтың индексін жазып көрсетейік. Мысалға, Қарғалы. Мінекей мысалы, почтовый индекс мына жерде мінекей 3 почтовый индекс тұр, яғни Қарғалы селосы, бұрынғы фабричный ауылы. Бұл жерде 3 индекс бар екен, яғни 3 почтовый отделение бар екен. Мысалға, менің үйім осы почтовый отделение қызмет атқарады дейтін болсам, осыны копировать етіп өшеге қоятын боласыз. Ең маңызды нәрсе осы индекске қарайды. Ең маңызды. Бірінші жаңағы Америкадан сізге сортировка жасап жатқан кезде қай ел екенін қарайды. Неге страна, регион КЗ деп тұр, Қазақстан. Қазақстан ба, болды. Қазақстанға ол ұшып келеді. Одан кейін ең главный жаңағы Қазпочтаның сортировочный центріне түсетін болады. Одан кейін әр индекске қарап барлығына таратылатын болады. Яғни бұл индекс қайталанбайды, әр региондың өзінің индексі бар. Және осыған қарап почтаға келетін болады. Жаңағы почтальондар үйлерге тарататын кезде сіздің ошақта жазған адресіңізге қарап апарып беретін болады. Көп жағдайда апарып береді. Мысалға, мінекей индекс жаздық, область Алматинская дейміз. Бұл Алматинская область деген, яғни біздің почтальондар оқитын. Бұны ағылшынша жазып жүрмей қойыңыз. Город, мысалға, бұл жерде город Алматы облысы және Алматы қаласы болатын болса, Алматы деп жазасыз. Ал егерде сізде жаңағы бізге село Қарғалыға жазып жатырмыз ғой, село фабричный, мысалы, село Қарғалы деп жазу керекпіз. Орысшасын. Город деген жерге. Первая строка деген жерге, мысалы, улица Наурыз деп жазып көрейік. Улица Наурыз. Одан кейін мына жақта Симайға жатса, мына жақта вторая строка дегенге жазсаңыз болады. Улица Наурыз, дом 25. Дәл осылай толтыратын боласыз. Мына жерде ескере кететін жағдай, бұл жерде мен первая строкаға, бұны вторая строкаға жазу керек, себебі біздікі село болғаннан кейін первая строкаға біз районды жазатын боламыз. Мысалға,
бұл Қарғалы, Жамбыл ауданында районды өз шегі жазасыз. Бұл міндетті түрде дәл осы данныйлар сіздің хатыңыздың сыртында жазылып тұратын болады. Егер де сіз осылай дұрыс жазатын болсаңыз, хат сізге міндетті түрде 1 айдың ішінде келетін болады. Ол тіпті 3 аптаның ішінде келіп, жаңағы сортировочный центрде тұрып қалуы да мүмкін. Оның барлығы сол жаңағы демалыс күндері соларға да байланысты болып келеді. Мысалға қазіргі кезде суббота және сенбі және жексенбі күндері Қазақстан демалыс болатын болса, жаңағы жұмыс күндері келуі мүмкін. Почтаға барып тұруыңыз керек. Ал егер де бұл почтада көп тұрып қалатын болса, почтальондар сіздің үйіңізге әкеліп беретін болады. Көп таныстардан солай естідім. Үйге әкеліп берді. Квартиралардың сырттарына не қыстырып кетеді ғой? Коммунальный услугалардың қағаздарын, жировка. Дәл сондай қылып қыстырып кетті дегенді естіген болатынмын. Имя деген жерге имя, фамилия дәл сіздің удостоверениеңіздегі ағылшынша жазылу керек. Себебі Google AdSense сіздің удостоверениеңіздің алды-артын түсіріп жіберуін сұрайтын болады, немесе паспорттың жаңағы бір бетін. Дәл осы жерде отчество жазбасаңыз да болады. Имя, фамилия сіз налоговый форманы толтырған кезде, қазір мына жерге қалдырып кетем, налоговый форманы толтыру туралы сілтемені. Налоговый форманы толтырған кезде де сіз дәл осылай толтыру керексіз. Себебі налоговый формада дұрыс толтырмаса, сізге отказ келе беретін болады. Налоговый формадан көбісі түсінбей жатады, неден бұл деп. Сөйтсе, оқып көрсе, имя Google AdSense не совпадает деп жазылып тұрады. Яғни налоговый формадағы аты жөніңіз және Google AdSense-тегі мынада орысша жазып қойса, мынада ағылшынша жазып қойса да, ол кезде қате болып саналады. Себебі налоговый форма толтырған кезде ол Америкаға арналған болғандықтан, ол жақта барлығын ағылшынша жазу керек болады. Мысалға, мына адресте тұратын кісі Алматинская область дегеннің барлығын ағылшынша жазу керек болады. Ол тек қана қағаз жүзінде налоговый формаға кетеді. Егер сол жаңағы налоговый форманың басқа да не үшін толтыру керектігін барлығын айттым. Сол видеоны қарасаңыздар болады. Каналында бар, налоговый форма деп тұрады. Мінекей достар, Google AdSense-тің хатын аштық. Ішінде пин-код осылай тұрады. Жаңа ашқан болатынбыз. Енді осыны Google AdSense-ге тіркейтін боламыз. 79 отправить письмелі көреміз. Подтверждение адреса завершено. Мінекей енді картамды тіркеп выплатаны алатын боламын.